Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласы Абай атындағы орта мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қаныбекова Ауша Керімханқызы. Балалар, бүгін сабағымызға мына суреттер арқылы болжам жасайық. Иә, жасындар балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Ерлан Жүніс «Менің атым тәуелсіздік» өлеңі. Сабақтың мақсаты эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау. Автор бейнесі дегеніміз не? Автор бейнесі әдеби шығармадағы жазушының өз тұлғасының көріну қалпы. Автордың идеялық нысанасы, көзқарасы, ұғым түсініктері, наным сенімдері, көркемдік принциптері, суреткерлік шеберлігі, бәрі кең, толық мағынасында, әрине шығарманың өн бойынан, бүкіл құрылыс бітімінен, идеялық көркемдік сипатынан танылады. Бұл оның шығармашылық тұлғасы, жазушылық, суреткерлік сипат өзгешелігі, оның өнер иесі ғана емес, өз тағдыры, өз мінез құлқы бар жеке адам ретіндегі бейнесі. Бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийі өлеңнің мазмұнын түсінесіздер, поэзиялық шығармадағы автор бейнесін анықтайсыздар. Балалар, біз бірінші автор туралы мәлімет алайық. Ерлан Жүніс 1984 жылы 7 қарашада Алматы облысының Жамбыл ауданында дүниеге келген. Мектеп жасында жас талант поэзияға құштар болды. 2001 жылы 17 жасында «Жыр перзент» деген алғашқы жинағы жарық көрді. Осы жылы республикалық абай оқулары байқауында бас жүлдені жеңіп алды. 2002-2007 жылдар аралығында Тараз университетінің әлем тілдері факультетінде оқып білім алған. Республикалық қазақ әдебиеті және Айқын газеттерінде Кентавр әдеби апталығында қызмет еткен. Ерлан Жүніс киелі түндердің дұғасы, егіз кітап, хауас, ғаусар, үміт жырлары атты жыр жинақтарының авторы. Бірінші тапсырма. Балалар, сілтемені басып, тәуелсіздік туралы бейнебаянды көріңіз. Бейнебаян мен автор өлеңінің арасында қандай байланыс бар екенін анықтаңыз. Өлеңде автор қандай тарихи кезеңдер туралы сөз қозғағанын табыңыз. Бірінші тапсырманың дескрипторы. Бейнебаян мен өлеңнің арасындағы байланысты табасыздар. Өлеңдегі тарихи кезеңдерді ажыратасыздар. Екінші тапсырма. Вен диаграммасы арқылы бейнебаян және автордың өлеңіндегі ұқсастықты табыңыздар. Үшінші тапсырма. Өлең үзіндісін оқып, автор бейнесін қара сөзбен сипаттап жазыңыз. Үшінші тапсырманың дескрипторы. Өлең мазмұнын түсініп оқисыздар, автор бейнесін табасыздар және өлеңді қара сөзбен сипаттап жазасыздар. Балалар, бүгінгі сабақта біз бейнебаян мен өлеңнің арасындағы байланысты таптық. Өлеңдегі тарихи кезеңдерді ажыраттық. Өлең мазмұнын түсініп оқыдық, автор бейнесін таптық және өлеңді қара сөзбен сипаттап жаздық. Балалар, тапсырмаларды орындап, мұғалімдеріңізге кері байланыс жіберуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.